Темекі біз үшін жағымды нәрсе емес. Бұл жаңалық емес, біз ондаған жылдар бойы темекі шегудің зияны туралы естідік. Бірақ білмейтініміз, темекі бізге қалай зиян тигізеді. Бұл видеода темекінің ингредиенттері біздің денемізге енген кезде не болатыны және темекі шегуден бас тартқан кезде ағзамыз алатын пайда туралы айтылатын болады. Әрбір ингаляция кезінде түтін 5000-нан астам химиялық заттардың дене жасушаларымен жанасуына келеді. Шайыр қара шайырлы материал тістер мен қызыл иектерді жабады, тіс эмалін зақымдайды және ақырында тістің ыдырауын тудырады. Уақыт өте түтін мұрынның жүйке ұштарында зақымдап иіс сезудің жоғалуына келеді. Тыныс алу жолдары мен өкпенің ішінде түтін инфекциялардың, сондай-ақ бронхит және эмфизема сияқты созылмалы аурулардың ықтималдығын арттырады. Ол мұны тыныс алу жолдарын таза ұстау үшін жұмыс істейтін кірпікшелерге, шаш тәрізді ұсақ құрылымдарға зақым келтіру арқылы жасайды. Содан кейін ол альвеолаларды өкпе мен қан арасында оттегі мен көмірқышқыл газының алмасуын қамтамасыз ететін кішкентай ауа қапшықтарын толтырады. Көміртегі моноксиді деп аталатын улы газ бұл мембрана арқылы қанға өтіп гемоглобинмен байланысады және ол әдетте денеге тасымалданатын оттегін ығыстырады. Бұл темекі шегудің оттегінің жетіспеушілігіне және ентігуге әкелуі мүмкін себептердің бірі. Шамамен 10 секунд ішінде қан ағымы миға никотин деп аталатын стимуляторды тасымалдайды. Ол дофаминді және басқа нейротрансмиттерлерді, соның ішінде темекі шегуді өте тәуелді ететін жағымды сезімдерді тудыратын эндорфиндерді шығаруды тудырады. Темекідегі никотин және басқа химиялық заттар бір мезгілде қан тамырларының тарылуын тудырады және олардың нәзік эндотелий қабығын зақымдап, қан ағынын шектейді. Бұл тамырлы әсерлер қан тамырлары қабырғаларының қалыңдауына әкеледі және қан тромбоциттерінің жабысқақтығын күшейтеді, ұйғыштардың пайда болу ықтималдығын арттырады және инфаркт пен инсультті тудырады. Темекідегі көптеген химиялық заттар дененің дынықсында қатерлі ісіктердің пайда болуына әкелетін қауіпті мутацияларды тудыруы мүмкін. Сонымен қатар мышьяк және никель сияқты ингредиенттер дын жөндеу процесін бұзуы мүмкін. Осылайша дененің көптеген қатерлі ісік ауруларымен күресу қабілетін әлсіретуі мүмкін. Статистика бойынша Америка құрама штаттарындағы әрбір 3 қатерлі ісік өлімінің біреуі темекі шегуден болады екен. Және бұл тек өкпенің қатерлі ісігі емес. Темекі шегу көптеген тіндер мен органдарда қатерлі ісік тудыруы мүмкін, сондай-ақ көру қабілетінің бұзылуы мен сүйектердің әлсіреуіне әкеледі. Темекі әйелдердің жүкті болуын қиындатады. Ал ерлерде бұл эректильді дисфункцияны тудыруы мүмкін. Айта кетендігі, темекі шегуден бас тартқандар үшін бірден әсер ететін және ұзаққа созылатын үлкен пайдалар бар. Темекі шегетін адамның соңғы темекіден кейін небәрі 20 минуттан кейін жүрек соғу жиілігімен қан қысымы қалыпқа келе бастайды. 12 сағаттан кейін көміртегі моноксидінің деңгейі тұрақтанады, қанның оттегіні өткізу қабілеті жоғарылайды. Темекіні тастағаннан кейін бір күн өткен соң жүрек аурулар қаупі төмендей бастайды, өйткені қан қысымы мен жүрек соғу жиілігі қалыпқа келеді. 2 күннен кейін иіс пен дәмге жауапты жүйке ұштары қалпына келе бастайды. Өкпе 1 айдан кейін сауыға бастайды, жөтел және ентігу азаяды. Тыныс алу жолдары мен өкпедегі нәзік шаш тәрізді кірпікшелер бірнеше апта ішінде қалпына келе бастайды және 9 айдан кейін қалпына келтіріліп, инфекцияға төзімділігін арттырады. Шылымды тастаудың 1 жылдығына қарай қан тамырларының қызметі жақсарған сайын жүрек ауруы қаупі 2 есеге төмендейді. 5 жылдан кейін Трамптың пайда болу мүмкіндігі күрт төмендейді және инсульт қаупі төмендей береді. 10 жылдан кейін өлімге әкелетін өкпенің қатерлі ісігінің даму ықтималдығы 50%-ға төмендейді. Дененің дынықны қалпына келтіру қабілеті қайтадан қалпына келеді. 15 жылдан кейін жүректің ишемиялық ауруының даму ықтималдығы темекі шекпейтін адаммен бір деңгейге шығады. Мұның бәріне қол жеткізу оңай деп айтудың қажеті жоқ. Никотинді қабылдауды тоқтатумен байланысты туындайтын алаңдаушылық қысқа уақыттық депрессияға әкелуі мүмкін.
Бірақ бақытымызға орай, мұндай әсерлер әдетте уақытша. Сағыз, тері жамылғылары, пластинкалар және спрейлер арқылы никотинді алмастыратын терапия темекі шегушілердің темекіден бас тартуына көмектеседі. Олар мидағы никотиндік рецепторларды ынталандыру арқылы жұмыс істейді және осылайша басқа зиянды химиялық заттарды қоспай, шылымды тастауды жеңілдетеді. Кеңес беру және қолдау топтары, когнитивті мінез-құлық терапиясы және орташа қарқынды жаттығулар темекі шегушілерге темекі шегуден арылуға көмектеседі. Бұл жақсы жаңалық, өйткені шылым шегуді тоқтату сіздің және сіздің денеңіздің денсаулығын қайтару жолына түсіреді. Құрметті көрермен, егер сізге аталған бейнеролик пайдалы болса, лайк басып кетуіңізді сұраймыз. Әсерлі войспен бірге болыңыздар. Әлемнің шексіз қырын бірге таниық.